Жұмыс іздеген жат жұрттық. Алматы облысында бүгін шетелдерден құжатсыз, заңсыз келіп жұмыс істеп жүрген азаматтарға арнайы тексеріс жүргізілді. Бас аяғы 3 сағатқа созылған бір күндік рейд барысында 30-ға жуық өзбек азаматтары елімізде заңсыз жүрген анықталды. Ста. Жіберме. Ста, жіберме. Не үшін қашып барасың? Қорқытым қаштым, да. Алматы облысы Қаскелең қаласында құрылыс жұмыстарына жегілген шетелдік азаматтардың қарасы көп. Солардың бір тобы бүгін жергілікті полицияның арнайы шарасы барысында әшкереленді. Мен Қазақстанға қатып бала-шағаны бағу үшін келдім. Біздің басқа қолымыздан не келеді, тек осы бала-шаға бағу мақсатында қазақ жеріне келіп, құрылыс жұмыстарын жасаймыз. Себебі бұл жердің ақшасы жақсы. Өзбекстаннан келгеніме 2-3 күн уақыт болды. Көктем шыға қырғыз, өзбек, тәжік елдерінен елімізге мыңдаған мигранттар ағылатыны жасырын емес. Айтуларынша Қазақстан ақша табуға ең қолайлы мемлекеттің бірі. Бала-шаға бақу керек, күн көру де керек, тамақ жеу, құрылыста ұстау керек үйді. Осыға жұмысқа келдік. Кішкентай жұмыс ұстап, ақша ұстап үйға қайтуға. 3 сағаттық рейд қорытындысында 30-ға жуық шетел азаматы ұсталды. Ешкімге жасырын емес. Қазақстан Республикасының аумағына шетел азаматтары өте көп көлемде келіп жатыр. Солардың Қазақстан аумағында қылмыс жасамағандықтан жасамауларын алдын алып отырмыз. Енді қолымыздан келгенше аталған азаматтарды әкімшілік жауапкершілікке тартуға күшімізді салып жатырмыз. Енді заңсыз мигранттарға жұмыс берген үй қожайындарына 10 мен 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Ал тәртіп сақшылардың құрығына түсіп қалған мына шетелдік азаматтардан арнайы жауап алынып, артынан өз елдеріне депортацияланатын болады. Нұрсейіт Жылқышыбай, Серік Қаржаубай, Қазақ Ньюс, Алматы облысынан.